Қазақ ішіне кім келеді? Оннан қашқан, мұннан қашқан, жамандықпен көзін ашқан келеді. Және соның бәрі де қазақты жер көкке сыйғызбай мақтай келеді. Дін десен де, әулиелік десен де, адамгершілік десен де деп. 1912 жылы Айқап журналына Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы осылай деп жазған екен. Сол заманда қазақ даласына ептеп сұғына бастаған миссионерлер бертінде елімізге дендеп енді. Бір қарағанда қой аузынан шөп алмас, моп-момақан көрінеді. Уағызын айтып, ізгілікке шақырып, кітапшаларын беріп, күлімсіреп қарап, сызылып сөйлеп, ұрсып жекіп жіберсеңіз де сыпайылығынан айнымаған қалпы кете барады. Бірақ сол сыпайылықтың артында сызданған ызғар бар. Күлімдеген көзбен көлгірсіген сөздің астарында бөрі пиғыл жасырын жатыр. Хош, дін сынаптай сырғана, қанжардай өткір тақырып. Ебін тауып ретімен қолданбасаң, ойламаған жерден лып етіп, өзіңді болмаса, өзгені жарадар қылуы ғажап емес. Еліміздегі діни ахуалды реттеу үшін бірер жыл бұрын дін істері агенттігі құрылды. Жаңа заң жазылып, талап өзгерді. Діни бірлестіктер қайтадан тіркеуден өткізілді. Осы шаруа аяқталған кезде дін істері агенттігінің төрағасы Қайрат Ламашариф діни алаң тазартылды деген еді. Бірақ діни алаң тазарғанмен бөгдөйлі топтардан қоғамымыз тазармаған анық. Оларға қанша тұсау салынғанмен қақпайлап шауып қалысар емес. Өздерінің жарнамасын жасауды алдына жан салмайды. Діни экстремистік кітаптар саудасын бақылау қиын боп барады. Өз ақиқатын күмәнді басылымдардан танып білген талай жастар солардың жетегінде кетті. Сойыл соғарына айналды. Алды жанкешті болып, өзін өзі жарды, лаңкес болып түрмеге қамалды. Тіпті Ауғанстан мен Сириядағы қарулы жасақтардың ішінде қазақстандықтар жүр деседі. Дина Төлекова елімізде сатылып жатқан діни кітаптардың сапасы мен мазмұны жайлы мамандармен тілдесті. Кітап алтын сандық қазына құт, оқы ойыңа тұт деуші едік кезінде. Ал бүгінгі алмағайып заманда білімнің қайнар бұлағы кітаптан да қорқатын болды. Бір адаммен сөйлесіп 10 минутта, 15 минутта көзқарасын өзгерту қиын. Бірақ екі кітап беріп, ол адамның көзқарасын өзгертуге болады. Кез келген діни ұйым келген кезде ол өзінің жаңағы қажетті құрал жабдықтарымен келеді. Олардағы ең басты құрал ол идеология. Ал идеологияны тарататын құрал ол кітап. Қараңызшы, сыртқы мұқабасы келістік, аты да айғайлап тұр. Ал ішін оқимын деп жат идея қарбалып, торға түскен торғайдай шырылдап қалғандар аз емес. Ақыр аяғында санасы сансыраған жұртымыз пұтқа табынып, ақ киіп, жаппай зират басына сабылт, бұлайша трансқа түсіп талықсып қағын. Қойшы әйтеуір, шіркеуде ән салушы қазақтарда табылды. Айналдырған 20 жылдың ішінде 10 ғасырлық тарихы бар дәстүрлі дініміздің діңгегі шайқалды. Мәшһүр Жүсіп айтқан, аннан қашқан, мұннан қашқан, жамандықпен көзін ашқан жат пиғылдылар. Мың миллиондаған мазмұны күмәнді әдебиеттерді, үйлерді аралай жүріп, тегін таратты. Солардың бірі 20 мың мүшесі бар Иегова куәгерлері. Өрімде қазақтың қыз келіншектері Астанадағы мәсіхшілер жиналатын мынау үйден істеп жүр. Арғы бөлмеден ақжаулықтан аларымызбен кәліш сүйреткен қарияларымызды көзіміз шалып қалды. Жат дінді жағалаған үлкендерімізді көп, жағамыз ұстадық. Өз дінімізді өгейсінгендер өйстіп, әбден састы, сұхбат бермей бізден безе қашты. Түсірмей қойыңдаршы. Жоқ, болмайды. Кешіріңіздер. Күні кеше Қарағандыда болған оқиға естеріңізде шығар. Саентологтардың ұйымына кірген анасы мен қызы дианетиканы оқиды. Сөйтіп не керек? Бар тапқан таянған сектаға тасиды. Ақша бермей қалып еді, екеуі де сабалып, жындыханадан бір-ақ шықты. Ал олардың мына отырған құдайлары мың миллиондаған ақшамен тайып бара жатқан жерінен әуежайда ұсталды. Тізе берсең, мұндай мысалдар жетіп жатыр. Барлығы сол бейкүнә көңілмен кітапты оқудан басталып еді. Соңы өзекті өртер өкінішпен аяқталды. Экстремистік бағыттағы кітаптар 20 жыл бойы елімізді еркін шарлады. Том-томдап шекарадан кеденнен, әуемен көлікпен де армансыз өтті. Қой дейтін қожа, әй дейтін әже жоқ, бақылау болмаған соң басына бастады. Кеш ояндық деуге болады. Біз бірнеше жарылыс болған кезде экстремизм мен терроризмнің дүбірі нақ естілген кезде ғана барып, біз жалт қарадық. Дінді қате түсіндірушілер, тіпті дінді қолданып, елдің арасына ірткі салуды көздейтін
жекелеген тұлғалар, алпауыт мемлекеттер, жасырын күштер ол болатыны табиғи нәрсе. Біз әлемнің қазіргі келбетін қарап отырып, бұл тек қана Қазақстан емес, қазіргі таңда экстремизм, терроризм, салафизм, ваххабизм, түрлі жат ағымдар бұл әлемдік сипат алып отыр, және бұның артында үлкен күштер тұрған біз анық асынсыз айта аламыз. Айтып айтпай не керек, қолымызды мезгілінен кеш сермедік. 1990 жылдары елімізде бар болғаны 670 діни бірлестік болса, 2008-де 4,5 мыңға жуықты. Қазір жаңа дін туралы заң қабылданғалы 17 конфессияны құрайтын 3888 ұйым қайта тіркеліп, діни бірлестіктер саны 32%-ға қысқарды. Дін саласындағы жаңа құқықтық база еліміздегі миссионерлік қызметті де реттеп жатыр. Ал мына 19 діни бірлестіктер сот шешімімен экстремистік болып танылды. Ең басты жаңалық, қазір сектанттар мен экстремистердің басты қаруы діни кітаптар сараптамадан өте бастады. Күмәнді әдебиеттерді сырттан тасуға шектеу қойылды. Тек бір түйткіл кедендік одаққа мүше елдерден кедендік бақылау болмағандықтан ол жақтан келетін әдебиет еркін ел аумағына өтіп кетуде. Ал діни әдебиеттер кез келген дүкенде сатылмайтын болды. Материалдарды міндетті түрде сараптамадан өткізілгеннен кейін ғана таратуға болады. Астана қаласында 8 дүкен діни материалдарды таратады деп белгіленген. Біз Астанадағы біраз кітап дүкендеріне өзімізше рейд жасап қайттық. Расында сөрелерден қауіпті дейтіндей кітаптарды көре алмадық. Бізге мешіттің қызметкерлері жақсы тексереді. Мешіттен айып имамдар келіп, кітаптарды жаңадан кітап келген болса, келіп қарайды. Сразу сөйтіп тексеріп береді. Бұлай екінің бірінен ала бермейсіздер? Жоқ, әрине. Сосын кітап жіберетін адамда, намаз оқитын адамдар ғой бізде, Ханафи мазхабы бойынша намаз оқиды, өздері дінге жақсы сенеді, осы мешіттің Ханафи мазхабымен жүреді. Сосын өздері о не жібереді, не жібермейтін өздері біледі, тексеріп сөйтіп жібереді ғой. В печать выходит только благословление. Сначала просматривают, наверное, правящие архиереи, которые дают благословление на издательство печати, а потом выходят они в печать. Алайда заңсыз діни кітап сататындар толықтай тыйылды деп айту қиын. Астанадағы ескі мешіт жанында кітап саудасы қызып тұр. Полиция көлігі төбе көрсетсе, барлығы тым-тырақай қашады. Кетісімен көлік үстіне кітаптарын қайта жайғастырып, саудаларын жалғастырады. Солардың бірімен жасырын камера арқылы сұхбаттасудың ретін таптық. Кітап сатқызбай отыр ма? Бір жерден лицензия ала салмайсыз ба одан? Оқып жүргенше? Мен 600 мыңға, 300 мыңға аренда помещение аламаймын, шын айтқанда. Жақында біз балдармен бірге асқанбыз. Ол балдар терроризм деп ұсталған. Кітаптарыңыздың ішінде экстремистік бағытта кітаптар бар шығар. Қалай сіз оны сұрыптайсыз? Аллаға серік түсетін кітап болса, ондай кітаптан біз бас тартамыз. Бүгінде 4000 діни әдебиет сараптамадан өтті. Теріс деп танылған экстремистік бағыттағы 200 кітап еркін айналымда жүр. Тағы 150 күмәнді әдебиет қаралу үстінде. Осы әдебиеттің мазмұнында экстремистік идеялар бар ма, діни араздық тудыратын зайырлы мемлекеттің қағидаларына қайшы ұстанымдар кездеседі ме, жоқ па деген өлшемдер бойынша сарапқа саламыз. Егер сараптама нысанының мазмұнында осы айтылғандай заңға қайшы қандай да бір идеялар қамтылған болса, оларға дінтану сараптамасының теріс қорытындысы беріледі. Елімізде терең білімді кәсіби теологтар көп емес. Бұл кітаптар қаншалықты сапалы сарапталып жатыр деген сұрақтың туындауы заңда. Бізде таралған кітаптардың саны өте көп. Сараптамаға ұсынылып жатқан 100 мыңдаған кітаптар. Оны сараптау уақыты өте тығыз. Сонымен қатар сараптап жатқан мамандардың жаңағындай теологиялық немесе діни деңгейі толыққанды жетілген деп айтуға болмайды. Себебі кадр мәселесі бізде әлі жетіспейді. Тағы бір түйткіл, өткен жылы дін агенттігі 1900 сайттың жұмысын тексеріп, экстремистік бағыттағы деп танылған 45 сайт жұмысын тоқтатты. Биыл 500 сайт тексерілді. Енді 20 сайттың жұмысы құқық қорғау органдарына жіберіледі. Бірақ одан мәселе шешілді ме? Қазір ашық ақпараттық қоғамда ғаламторымыз білесіздер аңғал-саңғал ашық жатыр. Жастар қолына ұстап кітап оқымайды. Ғаламторда көптеген жаңағы әртүрлі сәләфиттік бағыттағы басқа теріс
ағымдардың уағызшылары уағыздарын айтып интернетке қойып отыр. Бұны ешкім тыйып отырған жоқ. Қазір таңда мүмкіншілік көп. IP адрестерін білу арқылы кім қойғанын, оның иесінің кім екенін, қалай болғанын бәрін жауапқа тартуға болады. Ғаламтор мәселесін реттелмей бізде экстремизм, терроризм ол бірден тыйылады деп айта алмаймыз. Ғаламторды ашып көрдік, расында бірнеше сайттар емін-еркін уағыздарын жүргізіп отыр. Бір қарағанда байқамай қаласыз. Ал тереңірек үңілсеңіз, Наурыз сияқты мемлекеттік мерекемізді тойлаудың сөкеттігін ашықтан ашық жазған мақалалар табасыз. Біздің негізгі дәстүрлі дініміз Абу Ханафи мазхабына шүйіліккен сәләфизмді насихаттаушы сайттар да орыс және қазақ тілінде әлі күнге жұмыс істеп тұр. Дін істер агенттігіне қарасты сайтты ашып қалсаңыз, міне қараңыз, оң бағалған кітаптардың тізімі тұр да, ал теріс бағалған әдебиеттің тізімі ілінбеген. Мүлде жоқ десе де болады. Бізден көп сұрайды, неге агенттіктің сайтына қойылмай тыйым салған әдебиет тізімі? Ол тек қана құқық қорғау органдары ғана жасай алады. Агенттіктің құзыреттілігі шектеулі. Біз құқықтық салдар тудыратын нәрселерге бармаймыз және ондай информацияларды біз бере де алмаймыз. Егер де сіз діни бағытта материалдар сатып алғыңыз келсе, міндетті түрде сараптама сұраңыздар. Сараптамадан өткен ба, бағыты дұрыс па деген осы міндетті түрде олар сізге сараптаманың нәтижесін көрсету керек. Сөз соңында айтарымыз, дін қараңғы ін, сауатың болмаса, адасып кетесің. Мемлекет басшысы айтқандай, ақпараттар тасқындаған заманда ішкі сүзгі әрбір адамның өз ішінде болуға тиіс. Дина Тулекова, Дидар Елеуов, Апта-КЗ.